Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Альмира. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ әрі үлпілдік бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қоямын. Алдымен жылы суымызға тұз, ашытқы, қант және де сұйық майды қосып араластырамыз. Оның бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін қайтадан алғанда бетінде осындай көпіршіктер пайда болуы керек. Және де біз оған бір жұмыртқаны қосып, тағы да араластырып, үстіне ұнды аз мөлшермен салып отырып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болуы керек. Оның бетін сұйық маймен сәл майлаймыз да, пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа тындырып қоямыз. 1 сағаттан кейін осылай көтерілген қамырымызды тағы да бір үстінен басып жіберіп, қайтадан жарты сағатқа жылы жерге жауып қоямыз. Сол кезде біздің бауырсағымыздың қамыры үлпілдек болып шығады. Көтерілген қамырды осылай домалақтап, орамалға 5-10 минутқа жаба тұрамыз. Барынша тұнған қамыр бізде жұмсақ болып жайылады. Ары қарай қолыңызбен басып, немесе оқтау арқылы жайсаңыз болады. Бауырсақтың формасын домалақ қылуға немесе төртбұрышты қылып жасасаңыз болады. Мен өзім төртбұрышты қылып жасағанды жөн көрдім. Нанымыз өте жұқа болмауы керек, шамамен 1 сантиметрдей. Өте жұмсақ қамырды алып, орамалға май қызғанша тағы да 5-10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Майымыз қызғаннан кейін бауырсағымызды біртіндеп салып, пісіріп аламыз. Байқап тұрғандарыңыздай, бауырсақ сондай үлкен, үлпілдек болып көтеріліп келе жатыр. Мінекей достар, осылайша біздің жұмсақ әрі оңай тез жасалатын үлпілдек бауырсағымыз дайын болды. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Лайк басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.